Санжар жастайынан сурет салғанды жақсы көретін. Бірақ тумадарым болмаса өзіңді қинағанмен ештеңе шықпайды екен. Бұдан суретші шықпады. Дегенмен де суретшілердің еңбегін жақсы көреді, бағалайды, ұнағанын сатып алып, жеке көрмесінде сақтайды. Бүгінде орталық мұражайдағы жергілікті суретшілердің көрмесіне баруды жоспарлаған. Санжар әне сағатына қол қоятын жатыр. Сағат 5 болды. Сіз бүгін көрмеге баратыныңызды ұмытқан жоқсыз ба? Жоқ, Айжан, рахмет көп. Ұнады ма? Иә. Талғамы бар екен. Бұл қыздың өзін салған автопортрет еңбегі. Қараш кішкене қаншама сұлулықты алақандай домалақ жүзге сыйдырған ғой, Алла тағаланың құдіретінің күші. Неткен керемет сұлулық десеңші. Бұл қыздың бір кереметі, мен өзім түсіне алмай жүрген нәрсем, әр суретші өзінше ерекшеленеді ғой. Бұл қыздың енді бір керемет нәрсесі, ол айнаға қарап, я өзінің пішінін қарап сурет салмаған екен. Құтты бір сол өнерімен бірге өмір сүрген адам құсап, өз-өзін, қазір бір минут тұрады. Әкімшіліктен, қазір, бір міне, енді кереметтілігін айтам да, өз-өзіне қарамай, оймен салған ғой бұл қыз. Сонда бұл қыз бұнда жұмыс істемей ма? Бұл суретші қыздан хабарым жоқ. Мен естуімше қыздар айтты енді, анасы кеп жұмыстарын іліп келеді екен, анда-санда кеп. Жарайды, онда мен әкімшілік қой, енді өзіңіз білесіз ғой, жұмыс бабымен. Неақса хабарласып тұр, келіп тұр. Ал хабарын алам десең, қыздардан мен несін телефонын алып берейін. Жақсы болар еді алдын. Болды, алып берейін, уәде етейін. Ал енді асықпай көре бер, жарай ма? Кіріңіз. Құжаттарға қол қойып жіберсеңіз. Қарындасыңыз келіп тұр. Иә, 5 минуттан кейін кірсін.
саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Кешіріңіз, сіз маған қоңырау шалған екенсіз. Сонан соң қайта қоңырау шалып жатқаным ғой. Я. Мен ғой сізге звондаған. Мен әлгі жаңағы... Сізге не болды? Маған ештеңе болған жоқ. Иә, сонымен неге қоңырау шалдыңыз? Кім болдыңыз? Менің атым Санжар. Мен сурет көрмесіне барғанмын ғой. Сонда сіздің суретіңізді көріп қатты ұнатып қалдым. Кімді? Суретті ме? Әлде мені ме? Сол суретіңізді сатып алсам ба деймін. Рас па? Иә, рас. Суретіңіздің бағасы қанша екен? Соны білсем деп қоңырау шалып едім. Білмедім, мен суреттерімді әлі сатып көрген жоқ едім. Сірә ол қалай болар екен? Мен сіздің сонда ең алғашқы сатып алушыңыз болып тұрмын ғой, иә? Иә, рас. Мен ол суреттің бағасын сізге әзір айта алмаймын. Кейіннен айтсам болмай ма? Иә, әрине. Ойланып көріңіз, мен сізді күтемін. Жарайды, сау болыңыз. Жарайды, сау болыңыз. Айтпақшы, атыңыз кім болады? Мен сіздің атыңызды да сұрамаппын ғой. Менің атым Айсұлу. Айсұлу. Өте қуаныштымын танысқаныма. Жарайды, көріскенше, жақсы. Айсұлу. Аты да әдемі екен. Күлкісі де әдемі. Айжан, Гаухарай шақырып жіберші. Кірсін. Гакунай көкесінің ағасын. Қалайсың, жағдайың қалай, жақсысың ба? Жақсы. Қайдан келсің? Сабақтан жаңа интернеттен шығып енді келе жатырмын. Кел, отыр. Сабақ қалай болып жатыр, жақсы ма бәрі? Бәрі жақсы, жаман емес. Бірақ осы сынама тесттерден 102 алып қалып жатырмын енді. 102 балл деген енді әрине жақсы. Бірақ оқу керек. Сен Назарбаев университетіне тапсырасың, Құдай қаласа. Оған жақсылап тұрып дайындалу керек. Сен 120 балл, 125 балл алуың керек. Жарай ма? Сабақ оқу керек. Құдай қаласа бәрі де жақсы болады. Енді Гакунай, мен жұмысын бастан асып жатыр, шын айтсам. Сен үйге бара бер, иә? Қазір мен анау жүргізушім жеткізіп тастайды. Кешке сөйлесеміз, иә, үйде, иә? Құдай қаласа. Жақсы. Айжан, мен қарындасымды Асхатқа айтшы, жеткізіп тастасын. Жарайды. Жақсы. Құдай. Кел. Жақсы. Айжан, маған бір шыны кофе әкеп бересің ба? Жігіттер, айтпақшы, кеше мен бір қызбен таныстым. Қойшы, әзілің емес па? Жоқ, рас айтам. Кім, аты кім? Иә. Есімі Айсұлу. Өзі суретші екен. Суретші? Қайда танысып жүрсің ғой мен? Көрмеге суретке барғам ғой. Содан? Суретін көрдім да қатты ұнатып қалдым. Оның суретін қоя тұр. Қалай өзі бұлар? Әдемі, сұлу, тартымды қыз ба Айша? Қалай? Мен оны көргенім жоқ, бірақ телефон арқылы сөйлестік болды. Серік, виртуалды махаббат басталды де. Оны, Мұрат, қай жері виртуалды махаббат оның? Сен қалай көрмейсің оны? Телефоннан. Мүмкін ол телефонның ар жағындағы күйеуі бар, келіншек шығар. Оны білмедім, Серік. Бірақ дауысы мен өзінің күлкісін айтсайшы. Оның дауысы мен күлкісі туралы қоя тұр. Мүмкін ол дауысы әдемі, күлкісі әдемі, мүмкін қыздың өзі емес, бір досы ма, сіңілісі ма, бір нәрсесі болуы мүмкін, ол жағын ойлап көрген жоқсың ба? Иә. Оны да білмедім. Ой, қап. Жігіттер, өзі хабарласып жатыр. Өзі.
Алло, Айсұлу, кеш жарық. Сәлем, Санжар. Мен әлгі сурет жайында, сурет туралы сенімен сөйлескім келіп еді. Ойландыңыз ба? Иә, ойландым. Мен ол суретті сатпайтын болып шештім. Сатпайтын болдым? Неге біреуге уәде беріп қойып бердіңіз? Жоқ. Ол сурет сізге шынымен де ұнады ма? Айсұлу, мен сізге рас айтамын. Қатты ұнаттым. Онда мен ол суретті сізге сыйға тартамын. Сыйға тартамын? Сонда сіз маған суретті тегін бермекшісіз бе? Иә, солай. Жоқ, Айсұлу. Әр еңбектің өзінің бағасы болу керек. Ақшасы болу керек дегендей. Санжар, мен олай істей алмаймын. Айсұлу, онда былай келсек. Ендеше сіз маған суретті бергеніңіз үшін мен сізді кешкі асқа мейрамханаға шақырсам қалай болады? Жарайды, келістік. Рас айтасыз ба? Тамаша. Керемет. Онда ертең кешке. Ертең кешке қолым тимейді екен. Сенбіге қалай қарайсыз? Әрине, сенбі болса сенбі. Онда сенбі күні сағат 8-де мен сізді Абай саябағында күтемін. Жарайды ма? Жарайды, келістік. Кеттік, бильярд ойнайық. Санжар Әнесұлы, мына суретті бағана курьер әкеліп берген. Алло, Айжан. Айтпақшы, осы сенбіге Құдай қаласа 2 адамға маған бір жақсы мейрамханаға тапсырыс беріп қойшы. Иә. Реті келсе шулы аз болып, оңаша отыратын жер болса. Рахмет, жақсы. Иә. Иә. Ой, Әбеке, сіз де қатырасыз. Иә, тойда жақындап қалды. Қалай, тойға дайындықтарыңыз жақсы ма? Жақсы болған екен. Біз де жақсымыз. Әбекең қасымда демалып отыр. Иә, шүкір, ол да жақсы. Барамыз, Құдай қаласа барамыз. Иә, міндетті түрде барамыз. Жарайды, менің құрбыма сәлем айтыңыз.
жарайды. Сау болыңыз. Әбекең звондап жатыр. Жақында қызын ұзатады екен. Бізді тойға шақырды. Әбекең екеуміз міндетті түрде барамыз дедім. Қашан? Келесі аптада. Дұрыс екен. Санжаржан, біреуден қоңырау күтіп отырсың ба? Алаңда болсын ғой, балам. Жоқ, мам. Әншейін ғой. Алло? Сәлем. Папасы, осы біздің Санжаржан біреуге ғашық болып жүр-ау деймін. Үйден де шықпайтын болды. Тәртібі де өзгерді. Байқамадың ба? Ол да мүмкін. Үйленетін жасқа да келді. Несі бар? Үйленсе үйленсін. Мен саған қанша рет қақсадым. Астанадағы Әбекеңнің қызына әперейік деп. Қойдың ба? Қырсықтан ұстайды да отырады. Енді Әбекеңнің қызы бұйырмаса қайтеміз. Астанада қос-қос үйі, қос-қос машина, тең-теңімен, тезек қабымен деген. Сен маған күйеуге тигенде мен кім едім? Жай қатардағы жұмысшы болатын. Тең-тебімен. Сен өзіңді салыстырма. Қазір заман басқа. Балаңның маңдайына жақсы қыз бұйырса жақсы. Біреуге ұрынып қалса қайтесің? Бұйырған нәрсе болады. Неше рет қақсадым мен саған, Әбекеңнің қызына әперейік, Әбекеңнің қызына әперейік деп. Қойшы болды. Қалайсың, Айсұлу? Жақсымын, Санжар. Өзің қалайсың? Жақсы, шүкір. Анада кездесуге келмеді деп ренжіп қалған жоқсыз ба? Жоға, о не дегенің? Бұл дүниеде анамыздан артық кім бар дейсің? Айтпақшы, анаң қалай? Шүкір, жақсы болып кетті. Қуаныштымын, Айсұлу. Айсұлу, мен сенен бір нәрсе сұрайын дегем. Иә, сұраңыз. Маған суретіңді салып жүресің ба, өтініш? Сіз маған әлі сенбей жүр екенсіз ғой. Жо, о не дегенің? Сенемін ғой, бірақ енді... Жарайды, ақталмаңызшы. Иә. Осы кезде жіберші, өтініш. Жарайды, қазір жіберемін. Әзірге сау болып тұрыңыз. Санжар, сен сонда Айсұлумен әлі кездескен жоқсың ба? Иә, Серік. Енді ол көбінесе ауылда болмайды. Шығармашылықтың адамы ғой. Шабыт дегендей. Ай, Сержігітай, сен де Мұхаң айтқандай, ұнатамын мен сені бірақ сезіміңді қайтейін жылап сұрап. Ұнатамын дегенім жасандылық, саған деген сезімім құрақ дейсің ғой сенде. Мүмкін шынымен ол сен басын қатырып жүрген шығар. Жоқ, олай болу мүмкін емес. Онда не ағып? Осы уақытқа дейін тек қана телефонмен сөйлесіп жүрсің. Бір айдан бері кездесуге уақыт табылатын еді ғой. Бұл жерде бір шикілік бар. Мүмкін ол қыз тәрбиелі отбасынан шыққан шығар. Санжарды сыртынан біліп зерттеп жүрген шығар. Қызда қырыққылық бар деген. Ол да рас. Сен ең болмаса оның мекен жайын білесің бе? Жоқ, әлі білмейді екем. Маған білмеш? Не істейсің? Шайша ма? Сұрады. Компьютердің тілін жақсы білетін бір досым бар. Ол саған қазір телефон арқылы мекен жайын тауып береді. Міне.
меніңше сен оған сыйлық сыйлап көр. Қандай сыйлық сыйласам болады екен? Мысалға гүл сыйла. Бірақ мекен жайын біліп алған соң, өзің тапсырыспен жеткіздіріп берерсің. Содан соң не болмақ? Одан кейін оның өзіңе деген ойын байқайсың. Қалайша? Сен оған кішкене жүрекше қағазға өзің ұнататыныңды жаз. Сондан кейін ол қыз өз ойынан хабар береді. Несі бар? Табылған ақыл. Егер қыз сенен кетер болмаса, ол кездесуге келеді. Рахмет достар көп-көп. Жақсы. Сенде Мекен-жай ғой. Мына мекен-жайға қарағанда, ол қыз қаланың шетінде тұрады ау деймін. Иә, қала шетінде көше ғой. қаланың шетінде тұрсын, Россияда тұрсын, сен барайын деп тұрсың ғой. Рахмет сіздерге көп-көп рахмет. Рахмет достар сендерге. Алло. Сәлем, Санжар. Сәлем, Айсұлу. Кедергі жасаған жоқпын ба? Қайта өте қуаныштымын. Санжар, гүлді жібергенсіз бе? Иә, мен ұнады ма? Әрине, қуанып қалдым. Бірақ менің мекен-жайымды қайдан білесіз? Білесің ба? Мен гүл дүкеніне кіріп, осы қаладағы ең сұлу аруға гүл жіберіңіздер деп айттым. Санжар, мен шынымен де сұрап тұрмын. Кешір, мен сұрастырып білдім. Не үшін? Санжар. Кешір, Айсұлу, сенің ренжитініңді білген жоқпын. Жоқ, бірақ сыртымнан мәлімет жинап жүргенің ұнамады. Өзімнен сұрамадыңыз ба? Қалайша, Айсұлу, сонда сенен мекен-жайың қайда мекен-жайың? Мен саған гүл жіберейін деп едім деп сұрайын ба? Сонда да болса, олай істей
Қалайсыңдар жігіттер? Қалай жігіттер, қызу ойын болып жатыр ма? Қалайсың әлі? Керемет ойын болды. Қалай Мура? Сонымен? Жақсысыңдар. Қайсы сіңіттіңдер бүгін? Бүгін Фортуна Сакеңде. О, Санжар, құттықтаймын. Рахмет. Қыздар қайда? Қыздар мәнерлеп сырғанаймыз деген бүгін. Мұз айдыны ма? Иә. Соларақ мұз айдыны шықпай. Санжар, бүгін Айсұлу хабарласпады ма? Не жаңалық дегендей? Жоқ, хабарласпады әлі. Өзің хабарласпайсың ба, жігіт бейсің ба? Шынымен? Қолы тимей атқан шығар енді. Бай, сөйлесіп жүрсіңдер ма негізі? Ай, хабарласқанда былай WhatsApp-пен сөйлесіп жүрдік қой. Ей, шамал бір кездесу, бір қыз бен жігіт сияқты кездесу деген нәрсе жоқ па сендерде? Қалай түсінбеймін. Бұны білмеймін мен қыз болып кездескенде. Сен әйтеуір бір қияли елесің. Серік, сен де бір қараспан төндіре бермеш. Жақсы ойын болды бірақ, Серік. Керемет. Не кешігіп келдің Мұра? Жай жолда қыздарды шығарып салып Мен... Міне жігіттер. Өзі хабарласып жатыр. Қараңдар. Мен қазір. Міне, өзі хабарласты. Значит, Айсұлу біздің досы жақсы көреді. Қайдағын айтпай. Әулиелігін ұстамай отыршы. Қазір ол келгенден айтамын. Апырмай қобалжуыма жөн болсын. Қыздың қолын алғаш ұстаған бозбаладай күйде отырмын. Қазір есіктен Айсұлу кіреді. Мен оның алдынан шығып, бетінен сүйемін. Иә, алғаш қадамды жігіт жасауы керек. Апа, саламатсыз ба? Маған Айсұлу керек еді. Сіз кімсіз? Мен Айсұлуға... Саламатсыз ба? Саламат па? Сурет салуға тапсырыс берейін деп едім. Айсұлу үйде жоқ. Апа, Айсұлу үйде ғой. Үйде жоқ деп тұрып айналайын. Сен кімсің өзі айтшын? Қай хабарсың ба сол деп айналайын ау? Апа, мен Айсұлуны сөйлесуім керек. Айсұлу жоқ деп тұрмын ғой. Апа, түсініңізші. Мен Айсұлу. Тұра тұршы айналайын, мен саған қазақшылап айтып тұрмын ғой. Сен өзі кімсің айтшы айналайын, кімсің деп... Апа, мен Айсұлудың жігітімін. Айсұлу! Айсұлу, мен ғой Санжар. Айсұлу, апа, кіргізіңізші Айсұлу. Неге ондай SMS жаздың Айсұлу?
Мен сенімен сөйлесуім керек. Айналайын, тыңдашы, адам тағдыры ойыншық емес қой сендерге. Апа, мен сізді мүлде түсінбедім. Айсу! Түсінбейтін ештеңесі де жоқ. Жоқ дедім, мазамыз алмай бара ғой. Айсу! Баршы айналайын, тыңдашы айналайын, баршы. Апа, мен түсінікші, апа. Мама, жіберіңіз, кірсін. Дертеміп жүдеп, өртеніп жүрек, қабаржып қабақ, мұңданам неге, бір жарған сезім, нұрланған кезім, өткен күн қолым, бұлғаған беді, бір кем дүние, жалған дүние, біреуге бақ, біреуге сор арман дүние, бір кем дүние, жалған дүние, біреуге бақ, біреуге сор арман дүние, жалған дүние. Қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырда бұл дүние біреуге бақ, біреуге сор. Бұл фильмде бір шексіз ғаламның бір кішкентай бөлігінде ғұмыр кешіп жатқан, бойларына махаббат пен сүйіспеншілікті, мейірімділік пен өмірге құштарлықты жиған, ішкі жан дүниелері нұрланған, тәтті пәк сезім иелерінің тағдыр сынағына түскен сәтін бейнелеуге тырыстық. Өйткені дүниедегі бар жақсылық махаббатпен жасалады, махаббатпен нұрланады.